Қазақ қоғамында өңіржекті әсемдік, сәндік үшін ғана емес, тылсым күштерден қорғану мақсатында да қолданған десек, тіпті келіннің құрсағындағы сәбиді тіл көзден сақтау үшін де өңіржек тақтырған екен. Бұл туралы этнографтар түрлі жорамал айтады, ал бізді қызықтыратыны өңіржектің ерекше жасалу технологиясы. Әр қайсысы бір-бірімен күміс шынжыр арқылы байланысатын бірнеше күміс тақталардан тұрады. Тақталар күмістен қақталып, іші қуыс етіп жасалады, әр қайсысы сылдырмақты болады. Орталық музей қорындағы мына өңіржек алтын жалату, өру, қалыптау, сіркелеу, бедерлеу секілді бірнеше күрделі тәсілдермен жасалған. Ұзындығы 49 см, ені 8 см, екі ойығы бар жіңішке және бір жүрекшелі алақандармен салпыншақтардан тұрады. Өңіржектің төменгі бөлігі шыныдан көз қондырылған құстұмсық пішінді қозамен әшекейленген, жоғары жағында екі баулығы, төменде шынжырға ілінген 4 домалақ, бір сопақ әшекейлерден тұратын салпыншақтары бар. Орындалу техникасы мен жасалу ерекшеліктеріне қарап, мамандар 19 ғасырдың басында жасалды деген тұжырымға келген. Бұл алқа музей қорына 1962 жылы қабылданған екен. Сол кезде 100 рубль, қазіргі теңгеге шақсақ 500 теңгеге сатып алынған. Ал қазір бұл өңіржек музей қорындағы аса бағалы, теңдесі жоқ жәдігерлердің бірі.